Абай Құнанбайұлы. Бірінші қара сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзімде қайранмын. Ел бағу. Жоқ, ел бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу. Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда, қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу. Жоқ, ғылым бағарға да, ғылым сөзін сөйлесер адам да жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз, күнсізде кездемені жайып салып, қолыңа кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып шер тарқытсар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу. Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерге не қылған софылық? Балаларды бағу. Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын, қай қарекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді де біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын. Кім-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. Бірінші қара сөзінде Абай жазуға қалай кіріскені туралы сөйлейді. Мұнда өмірбаяндық дерек бар, және өзінің жалпы шығармалық еңбегіне қатысты ойлы түсінік береді. Жер ортасы жасқа, яғни 45-55 жас арасы келген кезде сүрген өмірін айта кетіп, алда не істеп, не жазатыны туралы айтады. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз, соны таба алмай, өзім де қайранмын деп ойланады. Ойлана келе, өз ойларын қара қаламмен, ақ парақ бетіне төгілте жазуға шешім қабылдайды. Ел, мал, ғылым, софылық пен бала бағуды ой елегінен өткізіп, ойына келген нәрселерді қағаз бетіне түсіруді жөн деп шешеді. Ал осы ел, мал, ғылым, софылық пен бала бағу туралы ойларын жазғанда бағу сөзінің көп мағыналығын шебер пайдалана білген.